Номер 15-ші есеп бізге радиустарының ұзындықтары 15 см және 49 см болып келетін екі шеңберлер ұзындықтарының қосындысына ұзындығы тең болатын шеңбердің радиусын табыңыз. Яғни бізге алдымен осы екі шеңбердің ұзындығын табу керек. L тең болады 2πr. Яғни бірінші шеңбер үшін ол тең болады 2π көбейтілген 15. Екінші шеңбер үшін 2π көбейтілген 49. Так, L1 дейік. L2 дейік. Енді бірінші шеңбердің ұзындығы 30π, екінші шеңбердің ұзындығы бізде 98π. Енді осы екі шеңбердің ұзындықтарының қосындысына тең ұзындығы басқа бір шеңбер бар, L3. Яғни оның ұзындығы L1 тең, L1 қосу L2 тең. Ол тең болады 30π қосу 98π. Енді L3 тең болады бізде 30 қосу 98 тең болады бізде 128π. Енді осы үшінші шеңбердің қандай да бір радиусы бар, соны табу керек. Ал бізде ол тең болады 2πr3. Енді R3-ті табу үшін осы 128-ді біз 2π-ге бөлеміз. 128π бөлінген 2π. Пи мен пи бізде қысқарады. 128-ді 2-ге бөлсек бізде 64 шығады. Яғни жауаптысы ол тең болады 64-ге. Бізге есептің шарты бойынша алдымен екі шеңбердің ұзындығын табу керек. Біз оны орындадық. Екінші шартта бізде екеуін қосамыз. Үшінші шеңбердің ұзындығын табамыз, және төртінші біз осы шеңбердің ұзындығын біліп, радиусын таба аламыз. 16-шы есеп пропорциядан x-ті табыңыз. Яғни мынаяқта бізде анық көрмеген 0,7 жақшаның ішінде, яғни математика жағында ол айтылады 0,7 период. 3,1 период тең болады 1,875 мыңдық бөлінген x. Енді пропорцияның шарты бойынша бізде шетінде тұрған элементтердің көбейтіндісі ішінде тұрған элементтердің көбейтісіне тең. Дегенмен біз осы периодта тұрған бөлшекті біз қалай жазамыз? Яғни, егер бізде қандай да бір сан болса, 0,a периодте, біз оны кез келген емес, осы түрде жаза аламыз. A бөлінген 9. Енді 0,7 дегеніміз ол 0,7 периодте ол 7 бөлінген 9. Енді бізде осы бөлу бар. 3,1 периодте. Яғни бізде 3,1 дегеніміз 3 қосу 0,1, яғни 3 бір периодте, яғни ол дегеніміз 3 қосу 0,1 периоды. Ал 0,1 периоды осы формула бойынша 9-дан 1 болады. Тең болады 1,875-жүздік, біз осыны 1,8-ден 7 деп жазамыз. Және x. Енді осы пропорцияны шығарайық. Бізде 7-ден 9 үлкен бөлу 3,9-дан 1 дегеніміз ол, яғни 9, 27, 28 болады. Так, тең болады 8. Мұнаны біз бұрыс бөлшек түріне айналдырамыз. 1 көбейту 8, 8, қосу 7, тең болады 15. 15 бөлінген x. Енді біз шетте тұрған элементтерді көбейтейік. 9-дан 7 көбейту x тең болады 8-ден 15 көбейту 9-дан 28. Және біз x-ті табу үшін x тең болады осы көбейтінді 8-ден 15 көбейту 28, 9-дан 28 бөлінген 7-ден 9. Енді осы бөлуді орындайық. Осы бөлуді орындау үшін біз оны
көбейту амалымен ауыстырамыз. Бөлшектегі сандарды біз ауыстырамыз орындармен. Яғни 9 бен 9 қысқарады, 28 бен 7 бізге 4 қалдырады, 8 бен 4 қысқарады, бізде 2 қалады. 15 бөлінген 2 тең болады 7 жарым. Яғни 7,5 дегеніміз ол А жауабы. Осы пропорцияға байланысты есептер өте оңай есептер, дегенмен сізге осындай периодты бөлшекті біз қалайша кәдімгі бөлшек түріне айналдыратын білгеніңіз жөн. Так, 17-ші есеп бізде айқын көрмеген фотода. Модуль x тең болады минус x теңдеуінің шешімін табыңыз. Яғни бізде модульдегі сан әрдайым 10 болады, ал бізде мына жақта минус x деп тұр. Яғни бізде x мысалы 3-ке тең болса, 3 тең болады минус 3, яғни ол қате деген сөз. Бізде x пен x яғни 1 дейсам, бірақта мынау минус тұр. Яғни бізде x-тің өзі мысалы минус 2 болуы мүмкін. Минус 2-нің модулі тең болады. Мынау минус тұр, минус, және x-тің өзі минус, яғни минус 2. Минус-минуске бізге плюс береді, ал минус 2-нің модулі ол 2-ке тең. Яғни мынау бізге келеді. Дегенмен біз қандай да бір теріс санды қойсақ, осы теңдік орындалады. Ал бүкіл теріс сандар дегеніміз ол 0-ден кіші сан, яғни санды қойсын 0. Және бізде тағы да 0 деген сан кіреді. Мысалы 0 модуль 0 және минус 0. Минус 0 дегеніміз ол 0-дің өзі, модуль 0 дегеніміз 0-дің өзі. Яғни бізде 0 деген сан кіреді шешімде, және кез келген теріс сан дегеніміз ол минус шексіздіктен 0-ге дейінгі арақашықтық, және бізге 0 кіреді. Яғни С жауабы осы дұрыс жауап болады. Так,